Сәлем достар, мен Лас-Вегастамын. Осы қаланы көруге келген тұғымын. Енді қазақша влог жасап, жазып ютубқа салып көргім келіп тұр. Канал ашып, қаланы аздап көрсететін боламын сіздерге. Ал бастайық. Қонақ үйден Harrah's деген Harrah's қонақ үйі. Лифтті күтіп тұрмын. Осындай істе. Лифттен шықтым. Ал лоббиіміз осындай өте сасық есі. Адамдар темекі шегеді, арақ ішеді. Казинолар бар, казинода отырып алып темекі шегіп арақ ішеді. Сондай сияқты нәрселер бар. Жалпы лобби онша емес, әдемі емес. Энергетикасы нашар сезіледі. Міне казинолар дәл мен лоббиіме түсе сала осындай дүкендер бар, бірақ казинолар міне астына түсе салып казино ойнауға болады. Адамдар ойнап отыр. Мына адамның бір 5.000 теңгедей бар. Мынау 45.000 теңгедей салып ойнап отыр. Мынау бір 150.000 теңгедей ойнап отыр. Мынау ұтылған сияқты ақшасы өте аз. Мынау да 150.000-дай салып ойнап отыр. Енді бұл жақтың ақшасымен қатты көп ақша емес қой, 150.000-дай, $350 ғой. Жан жағымның бәрінде жарқыраған көздің жамын алатындай жасап қояды, осындай әдемі қылып. Жаны өшіп жатыр жарықтары. Қайсысы бұдан емес енді. Мынау сияқты казинолар. Жаны өшіп адамның назарын өзіне ұрлауға тырысады енді бұлар. Осындай техникаларды қолданады. Қонақ үй өте үлкен, көп адасам. Лифтіға барғанда, сыртқа шығуға шыққанда есік таба алмай тамақтанатын жер. Өкінішке орай тамақ қосылмаған, сондықтан продукты мен бөлмеге алып дүкеннен, супермаркеттен алып, апельсин, печеньелерді алып тамақтанып жүрмін. Су алып алғанмын. Адамдар бөлмелеріне тіркеліп жатыр мына жерде. Өте шулы, кешірім сұраймын. Дауысы онша емес болып шығып отқан шығар видеоға. Мына жер өте шулы, нашар. Мен монорельске міндім. Енді баратын жерім. Қайда барады? Стрип деген көше бар да, Лас-Вегаста. Осы танымал Лас-Вегастан деп Google'дан іздесеңіздер, осы стриптің суретін шығарады да. Ең басты көше. Ең танымал қонақ үйлер, ең танымал казинолар қыдыратын жерлер барлығы бір көшеде орналасқан. Сол бас жағынан бастап түсірейін деп жатырмын. Телефоным ысып кетті ше, мынаны бір түсіріп алайын, сосын әлі демалыс берейін. Мына Нью-Йорк қонақ үйіне барайын деп жатырмын. Мынаның бәрі жабысып қалған да. Өйткені барлығы бір қонақ үй ғой. Ішінде мына күшті аттракцион бар. Сағаты деп бұға 1.000 10.000 теңгедей болады. Масқара қымбат. Енді айттым ба айтпадым ба білмеймін. Мына жақта да адамдар тола күтіп тұр. Тура әуежайдағыдай сезінесің өзіңді. Бізде Қазақстанда ондай өмірі жоқ қой. Ондай қонақ үйге тіркелуге күтіп тұрғанда. Бірінші рет осы жақтан көргенім енді. Қызық екен. Мына жақта Нью-Йорк. Мына жақта Экскалибур. Осы сарайды жақсы көрем. Осы сарай ма, патшалық па? Жердегі сияқты әдемі.
Бірақ ол ескі қонақ үй екен. Адамдар онша ұната бермейді. Бірақ маған түрі ұнайды да. Күшті. Экскалибурдың ішіне кірдім. Мына патшалық секілді қонақ үй. Осындай әдемі стильде жасалынған. Бірақ мына казинолар түрін ұтады да. Сай келмейді ғой мына жерге. Қайтеміз енді Лас-Вегаста болғасын осындай деп па. Сосын 21 жастан астан ғана ойнауға болады казиноны. Сұрау мүмкін жұмысшылар кейде. Менен бір-ақ рет сұрады. ID-ің бар ма деп көрсеттім. Ойыншықтар сататын жерге келдім. Ойыншық, киім. Мындай тіпті шахматта бар екен. Әдемі қып жасалынған. Қандай екен? Made in China болып тұрмасыншы. Күшті заттар. Маска сияқты басқа киетін. Кішкентайларға арналған киімдер. Көйлек қыздарға кішкентай. Айдахарлар. Сырғалар да бар екен. Басқа тағатын нәрселер, бас сүйек, түрлі нәрселер бар екен жалпы. Әдемі. Мынандай 360 градус деген очки тағып қояды ма, сондай шығар енді. Басқа бір әлемге кіргізіп жібереді. 7D кинотеатр сияқты нәрсе бар екен, бірақ отыратындары басқаша. Мұндайын көрмеппін мен. Мына жақтар қараңғылау. Бағасын жазбаған екен. Адамнан сұрағым келмейді да. Сұрап алмай кет қалсаң, кірмей кет қалсаң, бір түрлі сияқты сезінем. Бірақ байқап көру керек. Луксорға кіріп жатырмын. Мысырлық стильде жасалған. Шын сияқты. Луксордамын. Өте архитектурасы ерекше пирамида стилінде жасалған. Мысалынан іші. Бәрі бос қой мына жер енді. Тығыз жасалынбаған да. Мындай шеттерінде ғана орналасқан бөлмелер. Былай. Бәрі бос қуыс ауа. Адам қырғын мына жақта да. Міне айтып тұрғаным. Мына жақтардың есіктері көрінбейді. Осылай бұл жақта иттермен жүре береді. Білмеймін, ит рұқсат берем екен қонақ үйге. Кейбір қонақ үйлер рұқсат бермейді, көбінесе негізі рұқсат бермейді. Мынау күшті екен. Египетке барғым келіп кетті ғой. Әдемі. Мына жерде кішкене фонтан дейміз ба? Жай су ма? Біреу оттау айқайлап шыңғырып жатыр. $1 миллион ұтқандай. Қанша ұтқан екен. Осындай әдемі нәрсе. Мына суреттерді алып тастаса мүлдем күшті болатын еді, бірақ осындай. Жүріп шаршадым. Казиноға отырып, казинодан басқа отыратын жер жоқ. Сондықтан осыны ішіне кіріп отырып, демалып, суымды ішіп, тамақтанып алайын. Өзіммен бірге сэндвич алып алғам. Тамақ сатып алған үшін. Мына жер негізі менің ең бірінші казином ғой. 2 күн бұрын ба келдім ғой. Осындай орындықтарға отырып, темекінің қасында тамақ жегім келмейді менің.
Мынаған ба? Мынаған отыра салайын. Сондай жақырап қалған нәрселер. Ас болсын. Жақсы болды, тырнағы бағатын. Жүре беріп шаршап кеттім. Мына пирамида қонақ үйдің кіреберіс жағы. Мен трамвайға барайын деп, трамвай ма басқа? Әйтеуір мінетін нәрсе ғой. Не болса да. Мына жолмен апарат. Мына қонақ үй, Mandalay Bay қонақ үйіне барамын. Mandalay Bay'дің пойыз келетін жеріне келдім. Түсіп жатырмын. Лоббиін қараймыз. Қандай екен? Ішінде не бар? Аса қызық еш нәрсе жоқ енді, білем. Жоқ болатынны. Бірақ сонда да қонақ үйдің ішін аралағанда бұл Лас-Вегаста туристік не болып танылады екен ғой. Жасау керек нәрсе екен да. Осындай танымал қонақ үйлердің ішін аралау. Іші ескі европалық стильде дейін ба? Сондай сияқты. Сондай сары өрнектер, колонналар. Өте үлкен. Жазулар болмаса адасайын деп тұрмын ғой. Mandalay Bay Lobby ана жақта дейді. Сол жаққа жүрім керек. Қаншама казинолар. Мынандайды көрек. Лимиті көп слоттар дейді. Бұларда өте көп миллиондарды ұтуға болады, бірақ кем дегенде 2 миллиондай салу керек ішіне. Сол жұмысшысы қарап қалды, бір түрлі ұқсас кірмеге қалды. Әйтеуір мына жаққа келдім ал, бас жағына. Осы қонақ үйден бастап зерттеймін деп ойлағанмын. Енді аяқ жағым орта жақта Стрип көшесінің ортасына тағы барамын енді. Негізі жоспардағыдай болмады. Кеше шаршап кеттім, ана жазуға барамын деп. Мына Mandalay Bay деген өте биік, өте үлкен қонақ үй. Mandalay Bay'ді бітіріп, лоббиді бітіріп, Отзорға қайтып келе жатырмын. Сырт жақтарын сәмәді көріп шығам. Не бар екен? Пирамиданың екінші қабатына көтерілдім. Қызықты, әдемі көрінетін жерлер бар екен. Мынаның ішіне кіре аламын ба, білмеймін не дейді. Атриум шоурум дейді. Бір шоу болады мынаның ішінде. Өзі бөлек.
Ал мына жерде ең ұнатпайтын нәрсем бар. Bodies the exhibition real and fascinating деп жазып қойыпты. Денелерді мынандай Египетте мумиялар болған еді ғой енді бар ғой. Сол сияқты осындай денелерді қояды екен да. Ал ол денелер естігенде шок болдым. Қытай деген соншалықты жауыз халық қой. Ел үкіметі анандай Шығыс Түркістан деп қана ұйғырлар бар ғой. Соларды түрмеге жіберген ұйғырлардың қайтыс болғандарын денелерін осы жаққа жіберген. Мыналар сатып алған екен. Сондай қойылымға мына адамның бәрі келіп тұр. Не үшін ондай нәрсені қолдап тұрғандарын білмеймін, әлде оқымаған ба, өтірік деп ойлаймын. Өтірік дене деп ойлаймын, бірақ түсінбедім мыналардың не үшін кезекте тұрғанда. Мына жер масқара ыстық қой. Көлеңкенің астында тұрмын. Үстіп мына ертегі сияқты қонақ үйге қайтып барып жүріп түсіретін, жүріп көрсететін видео түсіремін. Короче. Slowing down. Please hold on to the handrail. Сарбаз. Шығатын жерді таба алмай жүрмін. Нью-Йорк қонақ үйіне дұрыстап жалғаспаған екен әлде. Жазбайды бұлар дұрыстап түсіндіріп ше. Солдан ба себебі. Әдемі көрініске келдім, қайтып. Нью-Йорктың қасындағы, Нью-Йорк қонақ үйінің қасындағы жер ғой. Мындай киімдер дүкеніне келдім. Бірінші қабатта шорты жоқ екен, маған шорты керек. Жақта бар. Бірінші спортпен айналысатындарға арналған сияқты. Командалардың сандары, аттары дейді. Номер бар, топтардың аттары бар. Баскетбол, сондай сияқты нәрселермен арналған киімдер сияқты. Айтпақшы мен M&M'ден келдім. Ағылшынша M&M деп айтады. Д-ны қоспайды. 4 қабат. Өте үлкен. Мен 3-ке түсіп жатырмын. Осы туралы киімдер. M&M'дің өзі. Осы M&M тақырыбындағы нәрселер ғой жалпы. Жастықтар да бар екен. Мына жағына кірмеппін. Киімдер. Түрлі түсті. Тарелкалар. Түрлі түсті өзің теріп алуға болады. Қалаған түсіңді. Басқа да түстер бар. Негізгі түстер қандай? Сары, қызыл, жасыл, көк. Сондай түстерден басқасын да таңдап алады. Ақ бар, розовый, жасыл, ақшыл, жасыл, қанық, қап-қаралары да бар екен. Кока-коланың ішіне кірдім.
төрт емес, екі қабаттан тұрады екен. Şimdi Coca-Cola қатысты заттар, киімдер, сөмке, тағы не бар? Ыдыстар, түрлі нәрселер бар. Біраз шаршап кеттім. Жүре бердім. Мына жақта Белажио немесе салыс бар. Сол қонақ біреуінде билейтін фонтан бар. Сағат 5-ден басталып 8-дерге 9-дарға дейін болу керек. Музыкаға билет Дубайдағыдай. Тағы да Дубайға ұқсас жерлер көп. Сәлем, мен Парижге келіп қалдым. Париж бұл емес енді. Міне Эйфель мұнарасы. Аздап жүрек шамалы. Мына шары өте әдемі. Салынған. Түнде жанып тұрады. Жүріп шаршап бөлмеге келіп демалып алдым, жақсылап. Енді мына қонақ үйдің бассейнін көргім келіп жатыр. Мен жақтан көрінбейді, терезеден. Басқа жағында болу керек. Не менің көрінісім мынау, өкінішке орай бассейн емес. Мынау қызық көрінеді екен. Жаңбыр жауып жатқан сияқты. Құлап жатқан сияқты болып көрініп тұр ғой, мына бұлттар. Әдемі болып тұр. Бізге қашан жауады екен, жауа ма, жаумай ма жаңбыр. Бассейнге келді. Қонақ үйдің. Арқа жақтан қатты шығарады. Әдемі. Өте ыстық болып тұр. Шомылғанға қысқы уақыт болып тұр да. Мындай жататындар, бірақ ақша төлеп немесе тегін ба брондап қою керек ау. Брондау деген жазулар тұр. Құтқарушы бар екен. Адамдар рахаттанып жүзіп жүр. Мындай мына жағы терең емес сияқты. Суге болатын сияқты. Мына жағы терең емес екен, шынымен де 5 фит деді менің ойымда. Бұлардың өлшемімен 5-те 7-мен, сондықтан жетеді екен бойым. Мына жақты көрсек қалай болады екен. Төрт дейді, 3-те 6. Мына мүлдем терең емес сияқты, ешқандай жері. Әшейін мына жүзіп жүргендер төбеге көтеріліп жүзе алатын жандар сияқты бар. Мынау деген енді керемет болды. 40 градус, 43 градус, 45 градуста осындай ыстықта. Бетім ғана күйіп тұр шамалы. Сумен бетім салқындатып қоямын. Әдемі жер. Бассейн ұнады. Салқын түсті. Тамаша болып тұр. 5-тен 50 кетті, ал мыналар жабылайын деп жатыр. Кетіңдер деп отыр. Бассейннің арғы жағында тағы да жататын жерлер бар екен. Сосын мына бір фонтан. Душ сияқты жасалған фонтан. Сосын бар екен. Венециядамын. Венеция деген қонақ үй. Венециядағыдай
стильде жасалған, сосын жасанды өзен бар. Қайыққа мінуге болады. Түркістанды есіме түсіріп тұр. Керуен сарайында. Венеция жалпы жақсы. Қанша жыл бұрын салынған білмеймін, бірақ бәрі тап-таза, біртүрлі естері жоқ, шик тасталған, ескірген, бәрі жаңа, бай, әдемі болып тұр. Венециядан шықтым. Мына көлеңке керемет болып тұр, ше. Treasure Island қонағының көлеңкесі. Bir рахаттанып тұрмын. Тура күн түспегесін жақсы екен. Сиэтлдағы неге ұқсайды екен мына мұнаралары. Мәссаған жаяу шығуым керек екен ғой. Лифт бар сияқты. Мына жердегі ойын қонақ үйінің жасап қойғаны керемет екен. Өте тамаша. Міне сатылама екіге кетеді. Шын сияқты көрінеді, кәдімгідей. Тамаша екен. Керемет. Ал ішіне кірдік. Мына қонақ үй енді көргендердің ішінде ең мықтыларының бірі болды. Өте таза, үлкен, қымбат салынған көрініп тұр енді. Әдемі, өте керемет. Мына жерде айналып тұрған жасанды отыра алмайсың. Толықтай гүлдерден жасалған. Пластмасса ма, әлде шынайы гүлдер ма? Мына жерде әдемі люстра секілді етіп жасап қойған. Жабдықтарды люстра болған, шынайы люстра. Мынандай әдемі жарықта керемет лоббия енді адам сосын ерікке етіп жасалған. Сахрама. Мынау тіке алып істеп қойғанда табиғи сияқты емес енді. Жасанды екені. Мүлдем жасанды істеп қойған тұр. Енді аспан, жаңағы өтірік аспанға ұқсап тұр. Венециядағы, бірақ бұл шын осылай тынығып отыратын әдемі жер. Өте әдемі болып тұр негізі аспан. Аспан керемет әдемі болып тұр. Таяқыда айта берген ба. Мына сауда орталығының төбесінде мынау ерекше болып көрінеді екен. Төбесінде осылай ашық аспан болып көрініп тұр да. Ерекше. Адамдары дұрыс жүреді екен да мына жақта.
мына жақтан араласып жүріп кету деген жоқ. Оң жақта қарай тіке жүресің. Қарсы бетте. Машинамен жүрген сияқты ғой. Машина оң жақтан жүреді. Қарама қарсы жүретіндер сол жақпен жүреді деген сияқты. Жақсы сақталады екен да. Нелер. Бұжып сондай болып жүрмейсің, короче. Сосын осы басты көшедегі қонақ үйлерге, осы жолдың екі ортасында жүруге, немесе қонақ үйлердің іштерінің өзінде де осындай көпірлер көп екен. Әрине оңайлату үшін жасалған адамдардың өмірін, адамдардың ақша жаратуларын оңайлатып, өстіп машинамен таласпай, төбемен жүрсін деп жасап қойған. Жақсы, оңай өтуге болады. Жалпы құрылыстың сапасын естігенде нашар қылып салады екен деп естігенмін. Сосын 15-20 жыл, 30 жыл қолданып, білмеймін, одан да қолданса, табыса келмесе жарып жере салады екен да. Өзгертіп отырғаннан қарағанда жарып жеріп, бұзып, қайттан салады екен. Солай жасайды екен осы жақта. Құрылыстың сапасы нашар, мысалы Нью-Йорк қонағы, сыртынан қарасаң бір пластик ойыншық сияқты көрінеді да. Жан жақта мынандай таулар бар. Шөл даланың таулары ғой, енді қоңыр көрінеді. Айнала шөл. Осындай қоңыр таулар бар жан жақта. Мына жақта әдемі серуендейтін жерге келдім. Тамақтануға, сосын барып шопинг жасауға. Түрлі нәрселер бар. Жалпы әдемі. Бұндай төселінген жері. Мына жерде енді отырып суымды ішіп алдым. Орындықта жоқ болған адамдар осы фонтанды жағалап отырып алған екен. Демалып отырмын. Қаншама таңнан бастап түсірген нәрселерім өте көп. Ой, өз-өзімнен мақтанып тұрмын. Қанша уақыт жүріп, күні бойы түсірдім. 2 ретте келіп қонақ үйде демалып алдым. Қонақ үйде, казиноларда. Ой, жақсы күн болды. Біраз нәрсе көріп тастадым. Атмосфера әдемі. Шамалы, жылылығы бар енді. Салқында ойнақта. Кеште де жылылау болып тұрады. Осы жағымсыздау ауа райы. Бірақ мына төбеден бағасын білмедім. Zipline жасап көрер едім. Арзан болса көреміз енді. Осында айналатынға да мінгім келеді. Бәріңізге видеоны көргендеріңізге рахмет. Соңына дейін осындай көрініспен видеоны аяқтаймын. Осындай әдемі шар және де айналатын менің көрінісім болды. Сіздерге рахмет.